Қайырлы күн балалар. Бүгін сендермен 4-ші сынып 38-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы қорытындылау, яғни бұл сабақта тік бұрышта параллелепипедтің көлемін және құрама фигуралардың ауданын табу бойынша алған білімдерді қорытындылайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Көлем өлшем бірліктерінің кестесіне сүйеніп, бос орындарға тиісті сандарды қой деп тұр. Бірінші бізге берілген 9 метр кубты дециметр кубқа айналдыруымыз керек. Ол үшін бізге метрді дециметрге айналдыруымыз керек. Ең алдымен 1 метріміз ол 10 дециметрге тең болады. Ал 1 метр кубымыз, 1 метр куб ол тең болады, яғни 10-ды 3 рет көбейткенге тең. 10 көбейту 10, көбейту 10. Ол дегеніміз 1000 дециметр кубқа тең болады. Сонда 9 метр куб деп отқанымыз ол 9000 дециметр кубқа тең болады. Келесі 18000 дециметр кубты метр кубқа айналдыруымыз керек. Ал дециметр кубты метр кубқа айналдыратын болсақ, ол 18 метр кубқа тең болады. Келесі 3000 сантиметр кубты дециметр кубқа айналдыруымыз керек. 1 дециметр ол тең болады 10 сантиметр. Ал 1 дециметр куб деп отқанымыз 10-ды 3 рет көбейткенге тең. Сонда 1 дециметр кубымыз 1000 сантиметр кубқа тең болады. Сонда мына жер 3 дециметр куб. Ал соңғысы 60 000 сантиметр кубты дециметр кубқа айналдыратын болсақ, ол 60 дециметр кубқа тең болады. Келесі тапсырма. Фигуралардың қабырғаларын өлше және ауданын тап деп тұр. Бұл жерде мына жер А және Б нүктесі деп алайық. А және Б. Ал мына жағын А1, Б1. Мына жер А1, мына жер Б1 болсын. Ал мына жақ А2, мына жер Б2 болсын. Ал енді аудандарын жазатын болсақ, ортасындағы S1, S2 және S3. Енді қараңдар, А нүктесі мен Б нүктесі тең, сонда ол 6 сантиметрге тең болады. Ал 6 сантиметрге тең болады. Келесі А1 нүктесі мен А2 нүктесі тең, яғни олар 2 сантиметр. Б1 нүктесі мен Б2 нүктесі тең, олар 3 сантиметрге тең болады. Біз табуымыз керек ауданды, яғни жалпы ауданды табуымыз керек. Жалпы ауданды табу формуласы S1, S2, S3-ті қосамыз. S1-ді табу үшін А-ны көбейтеміз Б1-ге, ол 18 сантиметр квадратқа тең болады. S2-ні табу үшін А1-ді Б1-ге көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Себебі ол жарты болып тұрғандықтан. Төртбұрыштың жартысы болып тұрғандықтан. Сонда ол 3 сантиметр квадратқа тең болды. S3-ті табу үшін А2-ні Б2-ге көбейтіп, оны да 2-ге бөлеміз. Себебі жарты төртбұрыштың жартысы болып тұр. Ол да 3 сантиметрге тең. Енді жалпысын табу үшін S1-ді, S2-ні, S3-ті қосатын болсақ, 24 сантиметр квадратқа тең болды. Сонымен жауабы жалпы ауданымыз 24 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі А нұсқасында дәл сондай болады. Оны да біз 3 бөлікке бөліп аламыз. Яғни мына төртбұрыш, ортасында үлкен төртбұрыш және кішкентай төртбұрыш. Сонда S1, S2 және S3 деп 3 ауданға бөліп аламыз. Ал нүктелері болса, А нүктесі, Б нүктесі, мына жақ А1 нүктесі, Б1 нүктесі, жақ А2 және Б2 нүктелері болады. Енді А нүктесі мен Б нүктесі ол екеуі тең, яғни 4 сантиметрге. А1 мен А2 нүктелері 1 сантиметр, Б1 мен Б2 нүктелері 2 сантиметрге тең деп аламыз. Ауданын табу үшін 3 ауданды, яғни S1, S2, S3-ті қосамыз. S1-ді табу үшін А-ға көбейтеміз Б1, ол 8 сантиметр квадратқа тең. S2-ні табу үшін А1-ге Б1-ді көбейтеміз, ол 2 сантиметр квадрат. S3-ті табу үшін А2-ге Б2-ні көбейтсек, ол 2 сантиметр квадратқа тең болады. Енді жалпы ауданды табу үшін 3 ауданды қосамыз, яғни S1, S2, S3. Жауабымыз S тең ауданы 12 сантиметр квадратқа тең болады.
Келесі тапсырма амалдарды орында. Бірінші 45 дециметр кубтан азайтамыз 59 сантиметр куб. Ең алдымен бізге керек болады. Енді дециметрді метрге қалай айналдырамыз? Яғни 1 дециметр деп отқанымыз ол тең болады 10 сантиметрге. Ал 1 дециметр кубымыз, 1 дециметр куб, ол дегеніміз 1000 сантиметр кубқа тең. 1000 сантиметр куб. Сонда 45 дециметр кубты біз 45.000 сантиметр куб азайту 59 сантиметр куб деп жазамыз. Жауабы 44941 сантиметр кубқа тең болады. Келесі 74 метр кубтан азайтамыз 145 дециметр куб. Енді 1 метр ол тең болады 10 дециметр. 10 дециметр. Ал 1 метр куб ол тең болады 1000 дециметр куб. 1000 дециметр куб. Сонда мына жерге 74.000 дециметр кубтан азайтамыз 145.000 дециметр куб. Сонда жауабы 73.855 дециметр кубқа тең болады. Келесі 50 сантиметр кубтан азайтамыз 35 миллиметр квадрат. Сантиметрді миллиметрге айналдыруымыз керек. Яғни 1 сантиметр ол тең болады 10 миллиметр. Ал 1 сантиметр квадрат ол тең 1 сантиметр куб ол тең болады 1000 миллиметр кубқа. Миллиметр кубқа. Енді 10 сантиметр кубты біз 10.000 миллиметр деп жазалымызға болады. Одан азайтамыз 63 миллиметр куб. Жауабы 9937 миллиметр кубқа тең болады. Келесі 1 метр кубтан азайтамыз 4750 сантиметр кубта. Енді 1 метр ол тең болады 100 сантиметрге. Ал енді 1 метр куб ол тең болады 1 миллион сантиметр кубқа. 3, 4, 5, 6 сантиметр кубқа тең болады. Енді біз 1 метр кубты 1 миллион сантиметр куб деп жазамыз. Содан азайтамыз 4750 сантиметр куб. Жауап 995250 сантиметр куб. Келесі сантиметр кубты миллиметр кубқа айналдырып, одан азайтатын болсақ, жауабы 68931 миллиметр кубқа тең болады. Келесі тапсырма сыйлықтар өлшемі 20 сантиметр, 25 сантиметр, 15 сантиметр қорапқа салынды. Әрбір сыйлық суретте көрсетілгендей таспамен байланды. Егер түйіні мен ұшына 50 сантиметр қалдыратын болса, қорапты байлау үшін қанша сантиметр таспа қажет? Осындай 5 сыйлықты байлау үшін қанша таспа қажет деп тұр. Яғни бізге берілген ұзындығы ені, биіктігі және егер түйіні мен ұшына 50 сантиметр қалдыратын болса, яғни Д да берілген сонда. А 20 сантиметр, Б 25, С 15 сантиметр, да 50 сантиметр. Бізге табу керек бір қорапты және 5 қорапқа қанша таспа қажет. Енді оның периметрін табу үшін формула П тең 2 көбейту А қосу 2 көбейту Б қосу 4 көбейту С қосу Д-ға тең болады. Енді формуланы орнына қойып жазатын болсақ, 2 көбейту А бізде 20-ға тең, 2 көбейту Б бізде 25-ге тең, одан кейін 4 көбейту С бізде 15-ге тең, қосу 50. Барлығын қосатын болсақ, 200 сантиметрге тең. Бұл бір қорапқа кететін түйін. Яғни 5 қорап таспаны байлау үшін, яғни 5 қорапты сыйлықты байлау үшін, оны 200-ді 5-ке көбейтеміз, сонда 1000-ға тең болады. Жауабы бір қорапты байлау үшін 200 сантиметр керек. Ал 5 қорапты байлау үшін 1000 сантиметр жіп керек болады. Таспа керек болады. Келесі тапсырма есепті шығар. А нұсқасында текшенің көлемі 27 дециметр куб, текшенің қырлары нешеге тең? Яғни бізге көлем берілген 27 дециметр кубқа, яғни көлемнің формуласы В тең А кубқа тең болады. Енді бізге В берілген А кубты табуымыз керек қырлары.
Енді в-ның орнына 27-ні жазамыз. Формула А куб. Енді өзіміз ойлаймыз. 27 қай санның кубы? Ол 3 санның кубы. Яғни 3-ті 3 рет көбейтетін болсақ, ол 27-ге тең болады. Сондықтан да А қыры 3-ке тең болады. А нұсқасы сандық деректер таңдап алып, осыған ұқсас есеп құрастыр. Яғни мен 5 санын алдым, енді осының көлемін табатын болсақ, А куб болады формула. 5-тің кубы ол 125-ке тең. Яғни 5-ті 3 рет көбейтетін болсақ, ол 125-ке тең болады. Енді келесі тапсырмаға келетін болсақ, шипажайдың бір бөлмесіне жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін әрқайсысында 12 метрден болатын 8 орам түс қағаз керек. Осындай 5 бөлмеге жапсыру үшін неше метр түс қағаз қажет? Яғни бір бөлмеге бізге кететін 12 метрден 8 орам түс қағаз кетеді. Енді 5 бөлмеге неше метр кететін табатын болсақ, ең алдымен бір бөлмекін тауып аламыз. Яғни 12-ні 8-ге көбейтетін болсақ, 96 метр. Яғни бұл бір бөлмеге кететін түс қағаз. Бөлмеге. Енді 5 бөлмекін табу үшін 96-ны 5-ге көбейтеміз, ол 480 метр. Яғни ол 5 бөлмеге. Жауап. Жауабы 5 бөлмеге 480 метр түс қағаз қажет. Келесі А нұсқасында шипажай бөлмелерін жөндеу үшін 480 метр түс қағаз қажет. Егер бір орамда 12 метр түс қағаз болса, қанша орам сатып алу қажет? Яғни бізге берілген бір орамы 12 метр деп тұр, жалпы 480 метр. Бізге неше саны керек? Оны табу үшін 480-ді 12-ге бөлеміз, сонда 40. Жауабы 40 орам сатып алу керек. Келесі тапсырма. Арман қабырғаларының ұзындығы 4 см шаршы пішінді қағаз парақты екі тік төртбұрышқа бөлді. Осы тік төртбұрыштардың бірінің периметрі 10 см, екіншісінің ауданы қанша деп тұр? Яғни бізге берілген А ұзындығы 10 см және периметрі, яғни бізге берілген А 4 см, периметрі 10 см. Бізге табу керек ауданы, S-ті табуымыз керек. Ең алдымен біз периметр арқылы Б енін тауып аламыз, яғни формула P тең 2 шықшаның ішінде А қосу Б-ға тең. Енді бізде P 10-ға тең, 10 деп жазып аламыз. А 4-ке тең, орнына қойып шығаратын болсақ, бізде Б 1 сантиметрге тең болады. Енді Б1-ді табу үшін Б қосу Б1 тең 4-ке тең болады. Яғни ол А 4-ке тең деп отқанымыз. Енді осы жерден Б1-ді табатын болсақ, ол 3 сантиметрге тең болды. Енді ауданы табу формуласы А көбейту Б1, А-ның орнына 4, Б1-ның орнына 3-ті қоятын болсақ, 12 сантиметр квадрат. Сонымен жауабы ауданы 12 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі тапсырма. Суретте текшелер салынған қорап бейнеленген. Осы қорапқа ең көп мөлшерде қанша текше сыйғызуға болады? Егер текшелердің қабырғалары 4 см екендігін белгілі болса, қораптың көлемін табуға бола ма деп тұр. Енді бұл жерде бірінші ұзындық енінің биіктігін тауып аламыз, яғни ұзындығына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 текше сияды, яғни А тең 7 текше. Ал еніне 1, 2, 3 текше сияды, ұзындығына биіктігіне 1, 2 текше сияды. Ал оның табанның қораптың ұзындығы 4 сантиметрге тең деп тұр. Бізге табу керек көлемі және қораптың көлемін. Ең алдымен көлемнің формуласы А көбейту Б көбейту С. Үшеуін көбейтіп алатын болсақ, 42 сантиметр кубқа тең болады. Енді осы жерден көлемді табатын болсақ, ол А кубқа тең, яғни
көбейту 4 көбейту 4 ол 64 сантиметр кубқа тең болады. Енді қораптың көлемін табатын болсақ, 64-ке 42-ні көбейтеміз. Ол дегеніміз 2688 сантиметр кубқа тең болады. Сонымен жауабы қораптың көлемі 2688 сантиметр кубқа тең болады. Келесі тапсырма бізге берілген егер туркөздің қабырғасы 5 мм-ге тең болса, фигураның боялған бөліктерінің ауданы қанша болады? Яғни бізге қабырғасы 5 мм деп беріліп тұр. Бізге боялған бөлік санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Яғни боялған бөлігі мына жер 11 бөлік екен. Бізге табу керек ауданы. Ауданның формасы А-ның квадраты. Яғни 5-ті 5-ке көбейтетін болсақ, ол 25 мм квадратқа тең болады. Енді бізге айтып тұр, ол 25 мм квадрат бір туркөздің ауданы. Бізге 11 туркөздің ауданын табу үшін 25-ті 11-ге көбейтеміз. Сонда жауабы 175 мм квадрат. S тең 175 мм квадратқа тең болды. Сонымен бүгінгі 4-ші сынып 38-ші сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.